Бұл оқиғаны 1932 жылы болған қазақ даласындағы қасіретті аштықты өз көзімен көрген Жаңаөзен қаласының тұрғыны Нұрманов жетеуі баяндады. Оқиға басталмас бұрын арнама жазылып, лайк басып, еңбегімді бағалап кетуіңізді өтінемін. 1932 жылдың аяғы 1933 жылдың басында жаппай аштық басталғанда қазақтар балаларын тастап бастары ауған жағына шұбырды. Сол 1933 жылы ағам Смағұл, өзім, қарындасым Аружан 8-9 жаста, інім Базарбай 6-7 жаста, бәріміз балалар үйіне орналастық. Шешем туыстарымен Әмудария жағасымен Түркменстанға кетті. Балалар үйінде біздің жағдайымыз былай болды. Смағұл ағам 15-16 жаста, Қоңырат басшыларының біреуінің үйінде қызмет жасап, Қарақалпақстанның сол кездегі астанасы Төрткүл қаласына 1 жылдық мұғалімдер дайындайтын курсқа кетті. Мен, інім, қарындасым балалар үйінде қалдық. Балалар өте көп еді. Аштықтан өлген балаларды жетімхана жанындағы шұңқырлау жерге 2-3 бел күрек қазып, бір шұңқырға бірге көме салатынбыз. 1933 жылдың ортасында інім мен қарындасымды өз қолыммен жерледім. 1933 жылы аштық өзінің шегіне жетті. Төмендегідей жағдай бұған толық дәлел. Балалар үйінің 3-4 күшігі бар, қара ала. Бір түнде олар жоқ болып кетті. Ашыққандар ұрлаған екен. Балалар үйінің алдында Қоңыратқа апаратын үлкен жолда есекпен базарға кетіп бара жатқан адамдарды аңдып, жол шетіндегі арықта отырған пышақтары бар адамдарды көретінбіз. Олар базарлап жүрген адамның итінің, есегінің қарнына пышақ тығып алатын. Ішек қарны шұбатылған есек құлағанда 10-15 адамдай топ кәдімгі қара қарғалар секілді жабылып, қолына ілінген жерлерін кесіп алып жататын. Мен көрген аштықтан есімде қалғаны осылар. Осы күнімізге жеткізген Аллаға сансыз шүкірлер, сансыз мадақтар болсын.